Hey guys, осындай сұрақ түсіп жатыр да, соған жауап беруге тырысамын. Okay, so I will try. Ең бірінші нәрсе, түсінетін нәрсе ағылшын тілі туралы. Егерде сіз оны Қазақстанда үйренетін болсаңыз, ол 100 метр емес, жүгіретін 100 метр. Ол яғни марафон, ұзақ мерзім. Көп жағдайларда мен байқайтын нәрсем выгорание болып жатыр. Яғни тілді 2 айда, 3 айда, 4 айда үйреніп аламын деп сондай ниетпен келеді. Және сол тілді бір үйреніп алған соң ол ұмытылмайтын сияқты көрінеді. Енді дұрыс ойламайды. Ол негізі олай емес. Ағылшын тілі біріншіден ол жизненный стиль болу керек. Яғни, мысалы, спортты сіз бір аз мерзімде жасамайсыз ғой. Сіз ол өмір бақи нәрсе болады. Правильное питание, дұрыс тамақтандыру, өмірлік стиль. Өмір бақи жасайсыз, иә? Сол секілді ағылшын тілі де өмірлік стильға айналу керек. Яғни, бір жыл емес, өмір бақи. Себебі ол білім. Ал любой білімді сіз қолданбасаңыз, ми тиімділікті ойлайды. Біздің ми. Сол себеппен ол қолданылмайтын нәрселерден артады. Қолданбаса ұмытасыз. Сол себеппен өмір бақи қолданатын жағдай құруымыз керек. Ол бір. Сонда бірінші принцип ол ағылшын тілі өмірлік стиль болады. Және ол өмірлік стиль дегеніміз, ол сіз марафон сияқты ұзақ мерзімге сол тілмен контакт боласыз, сол тілді үйренесіз деп сондай көзқараспен қарағандарыңыз абзал. Бұл бір. Екінші нәрсе, ол енді сіз ұзақ мерзім осы тілмен контакт болатын болса, онда сіз сол тілден тек ләззат алу арқылы ұзақ мерзімде сол тілмен жұмыс жасайтын боласыз. Яғни, сізге бір нәрсе ұнамаса, сіз одан құтыласыз. Солай емес па? Бір нәрсе ұнамайды, бір адам ұнамайды, сіз құтылуға тырысасыз. Бір жағдай ұнамайды, құтыласыз. Ал ұнайтын нәрсені сіз жасай бергіңіз келеді. Солай емес па? Ұнайтын бір, мысалы, кино болса көргіңіз келеді, демаласыз. Бір әнді сізге ләззат алып берсе, тыңдайсыз. Біреумен сөйлескен ұнаса, сол кісімен сөйлесе бергің келеді. Сол. Адам өзіне ұнайтын нәрсені жақын тартады. Сол себеппен ағылшын тілінен сіз ләззат алуыңыз керексіз. Себебі біз алдын бір нені айтып кеттік? Бір ол, сіз бұл тілмен ұзақ контактта болатын болсаңыз, онда сізге бәрібір сол тілден ләззат алу керек. Не үшін бұл маңызды? Себебі сіз егерде тілден ләззат алмасаңыз, сіз оны enjoy етпесеңіз, онда сіз сол тілмен ұзақ мерзімге дос бола алмайсыз. Себебі сіз оны қиын сияқты сізге көрінеді. Сіз ол бір өңкей бір проблемалары бар, түсінбейсіз қанша үйренсеңіз де, бірақ сондай ләззат алмағансын, сондай проблемалары көп болып көрінеді. Ал сіз ол тілден ләззат алсаңыз, сіз яғни тілден қалай ләззат аламыз? Оны біз қолдану арқылы аламыз. Мүмкін ол сөйлеу, мүмкін ол оқу арқылы, мүмкін ол жазу арқылы, коммуникация арқылы. Мүмкін бір нәрсені түсініп қалдыңыз, мүмкін бір нәрсені тыңдап қалдыңыз, түсіндіңіз. Сондай ләззаттар алу арқылы сіз сол тілге қайтып орала бересіз. Ал сіз егерде через не хочу, енді орысша фразаны айтып қойын, сол контактқа шықсаңыз сол тілмен ұнатпай, онда сіз ұзақ мерзімге шықпайсыз. Себебі бірінші өзіңізді күштейсіз, итересіз, бірақ болмаған соң, ұнамаған соң сіз ол тілден бас тартасыз. Сол себеппен жаңағы екінші принципіміз ол сол тілден біраз ләззат алуыңыз керексіз. Енді қалай тілден ләззат аламыз? Тілден біз көп нәрсе талап етпеуіміз керекпіз. Егерде сол деңгейде
егер де сол деңгейге тіл қабілетіміз әлі жетпесе. Мысалы кейбір адамдар мен тілден ләззат алам дейді, кино көре бастайды да, ағылшынша. Бірақ олардың деңгейі бастауыш деңгей. Қалай сен бастауыш деңгеймен ағылшын тіліндегі оригинальный киноларды қалай көресіз? Көре алмайсыз, түсінбейсіз. Олар тез сөйлейді, жаргонмен сөйлейді, сөздерді жек қояды. Сол үшін сіз ләззат ала алмайсыз. Керісінше көп адамдар солай жасағанда, деңгейлері лайықты емес киноларды, музыка, кітаптарды оқыса, керісінше стрессқа түседі. Сол үшін бұл жерде сіз элементарно өзіңіздің деңгейіңіздегі материалмен контакт болғаны абзал. Өзіңіздің деңгейіңіздегі. Мысалы, оңай видеолар, оңай аудиолар, оңай кітаптар, оңай темаларға сөйлесуге болады. Қатты қинамай. Өзіңізге қатты биік планка қоймауыңыз сол шарт. Міне, тілден ұзақ мерзімге мына сұрақ осындай болды ғой. Өте жақсы сұрақ, рахмет бауырыма. Үш нәрсені қайталап кетейін. Біріншіден, тілмен ұзақ мерзімде контакт болатыныңыз, соны түсінуіңіз керексіз. Яғни сіз 100 метр жүгіріп бара жатқан жоқсыз. Бұл тілдік саяхатыңызда сіз 42 километр марафон жүгіріп бара жатырсыз. Ол бір. Екіншісі, сіз ол жаңағы айтқан тілге сіз сол тілден ләззат алуыңыз керексіз. Яғни сол тілді қатты қиын дей бермеңіз, сол тілден ләззат алуыңыз керексіз. Және үшінші нәрсе, ләззат алғанда сіздің деңгейіңізге лайықты нәрсемен контакт болу керек. Яғни қатты қиын кино емес, оңай. Өзіңізге оңай бол. Енді оңай бір деңгейде болмаса сәл жоғары, бірақ қатты жоғарыдағы қатты қиын материалдарды алмай қойыңыз. Міне, сіздерге видео пайдалы болса, сіздерден лайк, каналыма подписаться етпесеңіздер, подписаться етіңіздер, комментарияда жазып кетіңіздер, қалай болды, ұнады ма, ұнамады ма, немен келісесіз, немен келіспейсіз. See you around, take care, bye.